Сенсация дня! Бавария Германия кубогінен ұшып кетті. Мюнхендіктерге қанат бітірген екінші лиганың командасы Holstein Kiel. Средства за Holstein Kiel. Nein. Бавария 2020 жылы бір рет қана жеңілген еді. 2021 қазір ғана басталды. Ал еншісінде уже 2 жеңіліс. Бұл не? Шаршау ма? Әлде старая, добрая Бавария қайта оралды ма? Шальке, не шәлкілдетіп отырсың? 2020 жылы Бундеслигада бір рет қана жеңдің, жылына бір рет қана жеңіп жүріп күледі ғой. Бавария, кімге сәлем жолдайсың? Барлық став күтіккендерге. Ал Барса саған сәлем айтты. Барса пенальти сериясы арқылы Соседатты жеңіп Суперкубоктың финалына шықты. Матч қаһарманы неміс сапасы Марк-Андре Тер Штеген. Пенальти сериясы кезінде 2-1 сейв жасап Барсаны жалғыз өзі финалға алып шықты. Ал Дембеленің ойынына қарап кеше қарын ашты. Усманның кешегі ойыны мына фотода. Сосын андай аңыз бар, кеше Гризман пенальти тепкен кезде топ Марстың жанынан өтті деген. Run. Это фиаско, братан. Почеттино ПСЖ тізгініндегі және өзінің мансабындағы алғашқы трофейге қол жеткізді. Енді ол Франция суперкубогының иегері. Тоттенхемдегі 5 жылына қарағанда ПСЖ-дағы 3 күнінде трофейлер саны көбірек. Марсельді олар 2-1 есебімен жеңді. Негіз бар ғой, Франциядағы кубоктар мен әрбір трофейлерді ойнатпай-ақ жыл сайын ПСЖ-ға бере салса болады па идея. Ал Почеттиноны алғашқы трофеймен құттықтаймыз. Ал Ювентус Италия кубогының ширек финалында. Женоаға қарсы ойында өздері мәселе тауып беріп, бұл мәселеден өздері алып шықты. Айтпақшы, Шомуродовтың фанаттары бар ма? Кешегі ойынға қатысқан жоқ, просто сұрап отқан ма? Бұл ойында Роналду қалай шықты, сразу ойын жүріп кетті. Жеңімпаз менталитеті деген осы. Тоттенхемде Англия кубогіндегі жорығын ары қарай жалғастырады. 3-ші раундта олар Англияның 8-ші дивизиондағы Марин командасын 5-0 есебімен жеңіп кетті. Матчтан кейін оларға су жаңа жейделерін сыйға тартқан екен. Себебі жейде алмастыруға болмайтын ереже бар. Жейде демекші, Тоттенхем ойыншылары матч алдында Мариннің мейрамханасында киім ауыстырыпты. Не үшін? Ол жағы түсінікті. Клубтың раздевалкасы жоқ. Ойлап көрші андайда. Тоттенхем ойыншылары мейрамханада киім ауыстырып отыр. Онда қонақтардың көздерін барлығы Тоттенхем ойыншыларында. Жарайды, ештен етпес. Бастысы ойынға ішіп алып шықпаса болды. Ал матчтан кейін бухат ете берсін. Ішіп алды демекші, Джо Харт матчтан кейін ішпейді. Шай ішпейді, шай. Себебі матч кезінде ақ ішіп алған. Қақпасын ашық қалдырып. Доп почти Мариннің жарталаңында болды. Қара шай. Қантсыз! Мұны көрген Покатилов. Біз қашан шай ішеміз? Нихуя. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.